Қызықты фактілер арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл су көптеген аңыздар мен афсаналарға толы. Ешкім оның пайда болған уақытын және онда тіршілік көзі болғанын білмейді. Бұл көлде ешқандай балдырлар мен балықтар жоқ, яғни тірі жәндіктер бұл көлде өмір сүрмейді. Көлдің тағы бір құпиясы, жүзгіштердің көбісі суға батып, қайтып шықпайды. Суға кеткен адамдардың көбісі тігінен орналасқан. Сондықтан өлі көл Қазақстанның аномальды табиғат құбылыстарына енеді. Барса келмес аралының аты, кімде-кім бұл аралға барса қайтып келмейтінін ескертеді. Бұнда уақыт әлемнің басқа жерлерінде емес, керісінше баяу жүреді. Бұл жерде бірнеше минут болған адам бірнеше сағатқа жоғалып кетеді. Тұрғындар арасында тараған қауесеттерге сәйкес, Медеу мұз айдынының маңындағы үй мейрамхана кешені ретінде салынуы керек болған. Алайда үйдің соғуына кіріскен құрылысшылардың талайы түсініксіз дыбыстар естіп зәрелері ұшқан. Аңыз бойынша бұл үйдің астында бір отбасы тірідей көмілген. Қазақстанның Жамбыл облысында Көккөл деген бір сиқырлы су арнасы бар. Көл еліміздегі ауытқушылығы бар аймақтардың қатарына енгізілген. Осы аймаққа 2013 жылдың жазында Роман Падеев және Евгений Красновский атты екі ресейлік зерттеуші ғалым келген болатын. Ғылымға белгісіз 15 метрлік құбыжықты көргенін олар өз деректеріне жазған. Жер бетіне салынған құпия суреттер, яғни геоглифтер, әлемнің түкпір-түкпірінде кездеседі. Олардың көлемі мен түр әлпеті, салыну әдісі әртүрлі. Олардың шөп үстінде салынған түрлері де көп кездеседі. Олар жайлы мен сіздерге басқа бейнероликте баяндап түсіндіріп беремін. Ал құм үстіне салынған геоглифтер Қазақстанда да кездеседі. Қазақстандық ұлттық географиялық қоғамы 2016 жылдың 10 қыркүйегінен бастап 15 қыркүйек аралығында Торғай геоглифтеріне экспедиция жасаған болатын. Бұдан да басқа көптеген қызықты фактілерді білгіңіз келсе, біздің YouTube арнамызға жазылуды ұмытпаңыз.